ТМД кеңістігінде ұзақ уақыт билік құрған лидерлер аз емес. Бірі нарықтық реформалар жүргізсе, енді бірі саяси тұрақтылықты басты құндылық деп білді. Ал бүгінгі кейіпкеріміз тәуелсіз Тәжікстан тарихымен біте қайнасқан тұлға. Ол мемлекет азаматтық соғыс өртіне оранған шақта билікке келіп, содан бері елді үздіксіз басқарып келеді. Ол Эмомали Рахмон. Рахмон деген кім? Ол Тәжікстанды қайда бастап бара жатыр? Оның басты жетістігі неде? Қателіктері қандай? Неліктен халықаралық ұйымдар оны жиі сынайды? Билік транзиті мәселесі қалай шешілуі мүмкін? Талдап көрейік. Эмомали Рахмон 1952 жылы Тәжікстанның Даңғара ауданында дүниеге келді. Қарапайым дихан отбасынан шыққан. Еңбек жолын электрик ретінде бастады. Кейін кеңестік армия қатарына шақырылып, міндетін теңіз флотында атқарды. Кеңес дәуірінде Ленин колхозын басқарды. Жергілікті партия органдарында жұмыс істеді. 1990 жылдарға дейін Рахмон ұзақ уақыт өңірлік деңгейдегі басшылардың бірі ретінде ғана белгілі еді. Оның тағдырын өзгерткен оқиға Кеңес одағының ыдырауы болды. Тәжікстан тәуелсіздік алғаннан кейін елде саяси және аймақтық топтар арасында күрес күшейді. Ол ішкі істер министрі Мамадайоз Навуджановты қызметінен алудан басталды. Жаңа билік жағдайды реттей алмады, ал түрлі саяси күштер, діншілдер мен кешегі коммунистердің елдің болашағына қатысты көзқарастары түйіспеді. Оның соңы 1992 жылы басталған азаматтық соғысқа ұласты. Бұл соғыс мыңдаған адамның өмірін жалмап, миллионнан астам азамат босқынға айналды. Осындай қиын қыстау кезеңде саяси элита амыралы фигура іздей бастады. 1992 жылдың қарашасында Худжанд қаласында өткен жоғарғы кеңестің сессиясында Эмомали Рахмон парламент төрағасы болып сайланды. Ол кезде бұл қызмет іс жүзінде мемлекет басшысының міндетін атқаратын. Көптеген сарапшылар оның билікке келуін күтпеген оқиға деп бағалайды. Себебі ол ықпалды саясаткерлердің қатарына жатпайтын. Алайда дәл осы сәттен бастап Рахмонның ұзақ саяси дәуірі басталды. Рахмон билікке келген кезде елдің жартысы соғыс жағдайында өмір сүріп жатты. Мемлекеттік институттар әлсіз болды. Қарулы жасақтар көптеген өңірлерді бақылап отырды. Сондықтан оның алғашқы міндеті мемлекеттік сақтап қалу еді. 5 жылға созылған азаматтық соғыс кезінде үкімет пен біріккен тәжік оппозициясы арасында қақтығыстар жалғасты. 1997 жылы тараптар бейбіт келісімге қол қойды. Бұл келісім Тәжікстан тарихындағы ең маңызды саяси құжаттардың бірі саналады. Өйткені дәл осы құжат елдегі соғысты тоқтатуға мүмкіндік берді. Сондықтан Рахмонның жақтастары оның ең үлкен жетістігі ретінде азаматтық соғысты тоқтатып, мемлекетті сақтап қалғанын айтады. Кейін президент ретінде ол ұлттық бірлік идеясын басты саяси ұранға айналдырды. Тәжік билігі мектептерден бастап мемлекеттік мекемелерге дейін азаматтық соғыс қайталанбауы керек деген идеяны жиі насихаттайды. Рахмонның конституцияда бекітілген пешвои миллат деген ресми лауазымы ұлт көшбасшысы немесе бейбітшілік пен ұлттық бірліктің негізін қалаушы деген мағынаны білдіреді. Мұны соғысты тоқтатқан жетістігін заңдастыру деп түсінуге болады. Тәжікстанның 93% территориясы таулы мекен, сондықтан кең көлемде егін егу мүмкіндігі шектеулі. Рахмон президент кезеңінде инфрақұрылым саласында белгілі бір өзгерістер болды. Жолдар салынды, таулы аймақтарды байланыстыратын туннельдер іске қосылды. Энергетика секторын дамытуға күш салынды. Әсіресе гидроэнергетика Тәжікстан экономикасының негізгі бағытына айналды. Кеңес кезеңінде басталған Рогун гидроэлектростанциясы бұл саладағы басты жетістік болды. Өзбекстанның қарсылығына қарамай мега жоба 2018 жылы жұмысын бастады. Қазір ГЭС өз қуатының 60%-ын ғана іске қосқан. 100% деңгейге шығу үшін құрылысқа $6 миллиард қажет.
Жалпы соңғы жылдары тәжік экономикасы қарқынды өсіп келеді. Былтыр 8,4% өсім болған, бірақ экономикасы тарлау. Жалпы ішкі өнімі 18 миллиард доллар көлемінде, орталық Азия бойынша соңғы орында. Еңбекке жарамды халқының біраз бөлігі Ресей, Қазақстанға еңбек мигранты ретінде аттанады. Олар еліне жыл сайын 5-6 миллиард доллардай қаражат жібереді. Бұл жалпы ішкі өнімнің 35-40%-ын құрайды, яғни экономика мигранттар ақшасына тәуелді. Соңғы жылдары Тәжікстан Қытайды инвестор ретінде өз экономикасына тарта білді. Қытай бірнеше миллиард инвестиция құйды. Бүгінде Тәжік елінде Қытай ақшасының үлесі бар деген 300-ге жуық жоба жүзеге асып келеді. Алайда сонымен қатар Қытай алдындағы берешек те артты. Қарыз 1 миллиард доллардай. Айтпақшы 2011 жылы Тәжікстан Қытаймен шекараны делимитациялау кезінде Памир тауларындағы 1158 шаршы шақырым жерді көршісіне берді. Мұны кейін Тәжік тарапы қарызын төлеу үшін жерін берді деп бағалағандар да болды. Тәжікстанда шешілмеген күрделі мәселелер аз емес. Ең алдымен экономика президенттің әлсіз тұстарының бірі деп қарастырылады. Тәжікстан халқының 20% әлі күнге кедей адамдар қатарында. Көп адам тәулігіне 3-4 долларға күн көреді. Жылдар бойы бұл ел халықаралық ұйымдардан тұрақты түрде көмек алып келеді. Көмек жіберушілердің қатарында Қазақстанда бар. Саяси билік бір адамның қолына шектен тыс шоғырланды деген сында жиі айтылады. Рахмон 1994 жылдан бері өткізілген барлық президент сайлауында жеңіске жетті. Ал халықаралық бақылаушылар бұл сайлауларда шынайы бәсекелестік болмағанын бірнеше рет мәлімдеді. Кейбір ұйымдар оппозицияның саяси алаңнан біртіндеп ығыстырылғанын айтады. Сыншылар көтеретін тағы бір мәселе биліктің отбасылық сипат алуы. Соңғы жылдары Рахмонның балалары мемлекеттік қызметте маңызды орындарға ие болды. Үлкен қызы президент әкімшілігінің басшысы Олы Рустам саяси мұрагер ретінде жиі аталады. Ол Душанбе қаласының әкімі әрі сенат төрағасы қызметтерін қатар атқарады. Сондықтан көптеген бақылаушылар Тәжікстанда билік транзиті отбасылық сценарий бойынша жүруі мүмкін деп есептейді. Сонымен қатар халықаралық құқық қорғау ұйымдары сөз бостандығы, оппозиция қызметі және азаматтық қоғам жағдайына қатысты алаңдаушылық білдіріп келеді. Кейбір оппозициялық қозғалыстарға тыйым салынды. Тәуелсіз журналистер мен белсенділердің жұмысына қатысты да сын көп. Билік мұны ұлттық қауіпсіздік пен тұрақтылықты сақтау деп түсіндіреді. Ал қарсы тарап мұны саяси бәсекелестікті шектеу деп бағалайды. Бүгінде Эмомали Рахмон ТМД аймағындағы ең ұзақ билік құрған лидер. Оның саяси мұрасын бағалау оңай емес. Бір тарап оны азаматтық соғыстан кейін мемлекетті сақтап қалған көшбасшы ретінде көреді. Екінші тарап оны демократиялық институттардың дамуын тежеген авторитарлық басшы деп санайды. Біз Тәжік елінің қазіргі жағдайын сипаттадық. Енді Эмомали Рахмонның бағасын құрметті көрермен өзіңіз беріңіз.